Казахи добрый народ. Казахи добрый народ деп көп естиміз. Әртүрлі осы соңғы 70-80-90 жыл бізге қойылған эпитет сол, казахи добрый народ. Сөйтіп көтімізге көпшік қойып басымызға мініп алған. Қазағымызда бар, әлі күнге шейін жүрген. Біз сондай сорлы халықпыз ғой, біз момынбыз ғой, біз ақ көңіліміз ғой деп. Қазағыма біз ондай болсақ, мынандай жерге қалай ие болып қалады дедік. Әлі күнге шейін айырылып қалған жерлерді қоспай, қазіргі мемлекет шекарасын санағанда, оның ішіне сиіп кеткен жеріміз. Жер шарында 9-шы орында, көлемі 9-шы орындамыз. Ондай добрый, момын, сорлы болсақ, баяғыда айырылып қалмаймыз ба? Ғасырдан ғасырға мыңдаған жыл аттан түспей, қолдан қару тастамай, осы жерге ие болып, сақтап, қорғап, ата-бабамыздан қалған жерге қожайын болып, мемлекет болып, егеменді отырмыз. Ондай добрый, момын болсақ, баяғыда айырылып қалып, кішкентай алақандай жерге сиіп кетпейміз ба? Өзіміз санаулы халықпыз. Қазақ әлі күнге шейін аз. Бұрында көп болған жоқ болса, ежелгі заманда 2000 жыл бұрын бірсыпыра халық қалай болдық, тура солай әлі келе жатырмыз. Санымыз не өспейді, не азаймайды. Ондай добрый болсақ, бір жерімізді 600 шақырым ұзындығы бұлай, 200 шақырым көлденесі бұлай, Грузия сияқты отырмаймыз ба? Кавказ халықтардың көбісі алақандай жерде сиіп отыр ғой. Саны бізден аз емес, көп болмаса. Жеріміз жердің түбінде емес, шөлді сахара құмы емес, тура континенттің ортасы, империялардың арасында қазақ осындай жерге ие болып сақтап қалған. Ондай момын, ақ көңіл, бейшара, сорлы, добрый халық болсақ, біз оны сақтаймыз ба? Жоқ. Ата-бабаларымыз қасқыр болған. Біз соны ұмытпай, қазағы. Казахи добрый народ, казахи добрый народ деген, ол да Кеңес одағының, Ресей патшалығының әкімшілігінің өткізген саясаты бізге сөйтіп насихаттап, бізді әбден рухымызды алып тастаған. Казахи добрый народ деп. Оны естігенде жыным келеді менің. Казахи добрый народ, ол бір-бірімізге добрымыз. Қазақ қазаққа добрый, қазақ қазаққа ақ көңіл, қазақ қазақпен кездескенде момын болады. Басқаларына жем болмайды. Айтайын деген сол.